Неге динамикалық видео көп лайк жинайды? Неге? Бәрі соны қалайды. Бәрін осы видеода білеміз. Сәлем, Filmmaker. Динамикалық видео шынымен де көп адамдарға ұнайды. Көрерменге натуре бам-бам бірдеңе құлап жатыр, бірдеңе қопарылып жатыр, боевик, триллер, драм, кәдімгі сондай жанрлар ұнайды. Мен ойлаймын, кейде осы жай баяу бір по композициям, бір профессионально түсірілген видеоға қарағанда көбінесе көрерменге осындай видеолар қаттырақ өте ма деп. Енді біз көрерменге сай бейімделуіміз керек сияқты. Кинодағы триллер сияқты боевиктің төбелесін эмоциясын бере алу үшін біз мына фишкаларды білуіміз керек. Дұрыстап жайғасып отыр Filmmaker, қазір өте қызық болады. Достар, менің мына жердегі Нұрсерік деген Instagram парақшама тіркеліп алыңыз. Ол жақта мына жерге де қарағанда сочный контент бар. Ал біз жалғастырамыз. Достар, сіздің видеоңызда ең бірінші история болу керек. Оның басы, ортасы, аяғы болу керек. Сізге маркетинг тілімен түсіндіріп көрейін. Зрительге, көрерменге сіздің видеоңыз қарап отырған там 1 минут Инстаграмда бетіп қарап отыру керек емес. Оларға эмоция керек. Яғни қол терлеп кеткен бір боевик кинодағыдай, триллер кинодағыдай, мына балаға бірдеңе болып қалмаса екен деген бір эмоция алу үшін көреді. Сол сияқты сіз оған эмоция қалдыру үшін, дәл сондай бір бойдарын езу үшін видеоңызды соған сай отырып, идеясын жазасыз, соған сай музыкасын қоясыз, соған сай өніміңізді фук етіп ұсынасыз. Келесі кезекте бізде кадр. Сіздің кадрыңыз ол тікелей сіздің вкусыңызға байланысты. Егерде сіздің өкінішке орай вкусыңыз әлі толықтай дамымаған болса, әрине ол дамып отырады, бірақ та әлі сәл жетпей тұрған болса, сіз қандай камерамен түсірсеңіз де, қолыңызда iPhone Pro Max болсын, не бар, Canon Red болсын, сіз қадалып қаласыз өкінішке орай. Сол үшін ең алдымен әдемі видеоларды қарап, және Repsi.com деген сайтқа кіріп, референстарды қарап, съемкаға дейін сіз дайындалып шығуыңыз әбден керек. Әдемі кадрларды скрин жасап, дәл соларды қайталаңыз. Қайталаудан вообще қорықпаңыз. Динамиканы беру үшін сіз плавно емес, сәл дірілдетіп, экшн қылып түсірсеңіз жеткілікті. Және кадрды алу үшін сіздің өзіңіздің көзіңіздің өзі камера болу тиіс. Бүйтіп бір бұрышқа қарап, ойланып кетесіз. Мына жерде қыз бүйтіп жүрген болса, жақындатып алсам, бүйтіп алсам деп ойша ойлап, уже кадрларды шығара бересіз. Келесі керек бізге бұл музыка. Келсек, достар, музыка бәр білетін, өте сочный хит, популярный бәр білетін болса, оны біз видеоға қолдансақ, кәдімгі Filmmakerдің видеосына қолдансақ, ол дешевый болып қалады. Керісінше біз наоборот, өте әдемі, бірақ ешкім біле бермейтін музыкаларды қолдануымыз керек. Және достар, біз бірінші музыканы табамыз, потом видеоға сценарий ойластырамыз сол музыканы ойлап. Ани наоборот, көбісі жасайтындай. Және достар, музыканы ВК-дағы қарапайым музыка для видео деген жерден ала аласыздар. Музыка көбірек тыңдаңыздар, ол сіздің ойыңызды, идеяларыңызды алып келеді. Және всегда в наушниках идея талқылап жүресіздер. Эффекты, глич эффекті, звук, фук-фук деген световой, осының бәрін сіз өз орнымен қолдансаңыз, зритель сізге деп прям сынып қарайтын болады. Ол сабақта, ол видеоны мен өткен видеода айтып кеткенмін, достар.
осыдан соң міндетті түрде қарап шығыңызшы. Сізге ол өте керек. Фук деген эффекттер бәрінің назарын аударады. Камера. Біз айтамыз, телефон камерасы маңызды емес, маңыздысы кім түсіреді деп. Ол да маңызды, бірақ сіздің телефоныңыз слишком ескі, камерасы қатты нормально емес, бір слишком не нормально болса, онда да болмайды. Как минимум бір iPhone 6 немесе Samsung'тың бір басқа телефондардың бір нормальный бір камерасы болуы тиіс. А то ода стабилизация жоқ, пышырлап, шум болып, сіздің видеоңыздың қанша жерден бір профессионал болсаңыз да, сәл ненормально болып тұрса камера, онда да болмайды. Сәл бір жақсы телефондардан қарайсыз. Құрметті достар, құрметті филммейкер, осымен біз динамикалық видеоның қандай фишкалар бар екенін бірге үйрендік. Келесі видеоларда кездескенше сау.